Армысыздар, латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін таныстырамыз. Қ әрпі. Ол қазақ латын әліпбиіндегі 21-ші таңба. Қазақтың төл әрпі. Жаңа қазақ латын әліпбиінде латынның Q әрпі арқылы таңбаланған. Қазір көптеген жерлерде қолданысқа енді. Әсіресе Қазақстан сөздерін қазір жиі көріп жүрміз. Қазақ халқынан бөлек тәжік, өзбек, қарақалпақ әліпбиінде Q, Q әрпі ретінде қолданылады. Ал түріктерде бұл төл дыбыс архаизмге енген. Бір сөзбен айтсақ, түрік халқы Q әрпін қолданыстан шығарған. Олар Q дыбысын K дыбысымен алмастырған. Сондықтан түрік латын әліпбиінде Q әрпі жоқ. Q қазақ тілінде өте жиі қолданылады. Сөздің барлық буынында кездеседі және тек жуан дауыстылармен тіркеседі. Мысалы, қайық, ақын, аққу, ботақан, құлыншақ, балық. Ал кісі есімдеріне келсек, бірден ойымызға қазақтан шыққан тұңғыш академик Қаныш Сәтбаев оралады. Қаныш Сәтбаев 1899 жылдың 12 сәуірінде қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданында Имантай бидің отбасында дүниеге келген. Шын есімі Ғабдул Ғани. Анасы ұлын еркелетіп Ғани, Ғаныш деп атаған. Артынша баланы барлығы Қаныш деп атап кеткен. Қаныш Сәтбаев ауыл молдасынан білім алған. Ол араб, парсы тілдерінде оқыған. Мұнан кейінгі 2 жылдық уездегі алғашқы қазақ-орыс мектебін 1 жылда бітіріп шығады. 1911 жылы Павлодардағы орыс қазақ училищесіне оқуға түседі. Ол 3 жыл ішінде 4 жылдық бағдарламаны меңгеріп алып, артынша Семейдегі мұғалімдер семинариясына оқуға түскен. 1921 жылы Қаныштың тағдыры бір кездесуден кейін күрт өзгереді. Ол туберкулезден қиналып қымызбен емделіп жүргенде Баянауылға емделуге кеңес геологы Михаил Усов келеді. 22 жастағы жігіт геология туралы әңгімелерге қызығып, 1921 жылы халық сотындағы қызметін тастап, Томскідегі техникалық институтқа түседі. Осылайша оның ғылым саласындағы табысты жылдары басталады. Ғалымның арқасында Қазақстан жерінде Менделеев кестесіндегі барлық элементтер табылды. Қаныш Сәтбаев Ертіс Қарағанды су арнасының жобасын жасады. Нәтижесінде орталық Қазақстан толығымен сумен қамтамасыз етілді. Ғалым жезқазған кен орнын ашқан үшін 1940 жылы Ленин орденімен марапатталды. Қаныш Сәтбаев 800-ден астам ғылыми еңбектердің авторы. Қазақ тіліндегі мектептерге арнап алгебра оқулығын жазып шығарған алғашқы адам. Алматыдағы Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуына көп күш жұмсап, 1946 жылы сол академияны басқарды. Жер асты минералдарының картасын жасағанда Қаныш Сәтбаев бірнеше ірі кен орындарын белгілеген жоқ. Жақын достарына мен бұл орындарды әдейі жасырдым, өйткені ол біздің ұрпақтарымыз үшін қажет деп айтқан. 1931 жылы басылған Затаевичтің 500 қазақ әндері мен күйлері жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының інжу маржан болып есептелетін 25 әнді өзі орындап, орыс тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізген. Ұлы ғалым этнограф 1964 жылы туберкулез ауруынан көз жұмып, Алматыда қайтыс болды. Қ әрпіне арналған хабарымыз, қымбатты көрермендер, осымен тәмам. Біз бүгін есімі Қ әрпінен басталатын Қаныш Сәтбаев туралы білдік. Келесі эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар.